Сәлеметсіздер ме әріптестер? Сіздердің назарларыңызға шулы аспап жасау арқылы ерекше оқушының музыкаға деген қызығушылығын арттыру. Музыка баланың сезімдеріне тікелей әсер етеді. Балалар көңіл көтергенді, күлкіні, қозғалысты жақсы көреді, және де жасампаздыққа ұмтылады, ойнағылары келеді. Олардың музыкаға деген өзіндік қызығушылығы бар. Педагогтың оны елемеуге құқы жоқ. Аспаптардың сыртқы тартымдылығы мен ерекшелігі дыбысы мен түрі ғана емес, сондай-ақ олардың ешкімнің көмегінсіз дыбыс тудыра алатындығы қызықтырады. Шулы аспаптар мен дербес іс-қимылдың жеңілдігі, амалдарды қолдану мүмкіндігі олармен жұмыс істеудегі педагогикалық жетістіктің негізгі факторлары болып табылады. Шулы аспаптарда ойнаудың техникалық жеңілдігі, олардың кез келген жанасуға үн қату қабілеті балаларды дыбысты боямалы ойынға ынталандырады, ал ол арқылы қарапайым суырып салмалыққа. Осылайша оқушының музыкаға деген көзқарасы қалыптасып, есту қабілеті жетіле түседі, шығармашылық елестету сезімі пайда болады. Әріптестер, сіздердің назарларыңызға келесі бейнематериалға сүйене отырып, оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында қолдан шулы аспап жасауды ұсынамын. Оларды балалармен бірге құрастыру идеясы қарапайым және ерекше. Ұрмалы аспап дауылпазды жасау үшін алдымен бізге пішіні дөңгелек болып келген бос пластикалық ыдысты аламыз, қақпағын нығыздап жабамыз, және екінші бізге тағамға арналған таяқшалар немесе қолда бар қарандаштарды алсақ болады. Балалардың қызығушылығын ояту мақсатында аспапты сәндік таспамен, орысша айтқанда декоративный скотч немесе жапсырма қағаздармен әсемдесек болады. Балалардың қалауы бойынша өздеріне ұнаған суретті алып, жаңағы аспапқа жабыстырамыз. Балапан, қоян, әртүрлі гүлдің суреттері. Сосын келесі шулы аспап маракас. Ол үшін бізге пластикалық қасықтар және киндер шоколадының жұмыртқалары, пластикалық бөтелке, қайшы, жапсырма таспалар түрлі түсті және ұшақ тұқымдас дәндерді салсақ болады. Тары, күріш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ендеше бастаймыз. Келесі аспап үрмелі панфлейта. Ол үшін түрлі түсті коктейльді түтікшелер қажет. Орысша айтқанда коктейльные трубочки. Осы түтікшені тізбектеп, балалардың қалауы бойынша түрлі түсті таспаға скотч дайындап алып, тізбектеп жабыстырамыз. Бір-бірлеп осылай таспаға жабыстыруымыз қажет. Оңай болу үшін ораймыз.
осылай тізбектедік. Енді біз қиғаштап баспалдақ тәрізді етіп қиюымыз қажет. 2-2 түтікшеден қиямыз. Бірдейлестіріп. Бұл ақпарат оқушылардың музыкалық аспап жасау туралы білімдерін кеңейтеді. Бірінші, ұрмалы аспаптың іші бос болуы керек. Екінші, шулы аспаптардың құрамында даңғырлайтын бөлшектер болуы керек. Сондай-ақ, оқушыларға техника қауіпсіздігін сақтауды міндетті түрде естеріне салыңыздар. Өткір затпен жұмыс істегенде абай болуы керек. Назарларыңызға рахмет.